Сәлем, Мақта. Сәлем. Бүгін қандай ойын ойнаймыз? Ой, байқашы, Мақта. Кәмпит? Кәмпит? Саған не болды? Саққұлақ. Ой, ол кәмпиттің тәттілерін ұрлап кетіпті. Оны қайтаруға көмектесейік. Алға, кәмпит. Есік жабық. Мақта, кәмпит, жақын маңайда кілт бар шығар. Қане іздеп көрейікші. Кілттерді таптым. Жарайсыңдар. Енді есікті ашу үшін оның түсімен сәйкес кілтті табу керек. Ал есіктің түсі қандай? Мен білмеймін. Онда бұл есіктің түсі қандай затпен түстес? Ойланып көрейікші. Алма. Жүрек. Кәмпит. Жарайсың. Бұл қызыл түс. Қызыл. Я, қызыл. Есікті ашу үшін қандай түсті кілт керек? Қызыл. Дұрыс. Кеттік, кәмпит. Саққұлақ. Жоқ. Мақта, енді мына есіктің түсіне ұқсас кілт керек. Қалай ойлайсың, бұл түс неге ұқсайды? Аспан. Теңіз. Құс. Керемет! Бұл көк түс. Көк есікті ашу үшін қандай түсті кілт керек? Көк. Дұрыс! Саққұлақ. Ал бұл есіктің түсі неге ұқсайды? Күн. Ірімшік. Балық. Тамаша! Бұл сары түс. Сары есікті ашу үшін қандай түсті кілт керек? Сары. Дұрыс айтасың. Саққұлақ. Мақта, саққұлаққа қарашы. Оның көңілі түсіп кеткен сияқты.
Саққұлақ, сенің тәтті жегің келіп пе еді? Онда ұрлаудың орнына сыпайы сұрауың керек еді. Мақта, кәмпит, оны кешіресіңдер ме? Біз сені кешіреміз. Мақта, кәмпит, Саққұлақ сендерге рахмет деп жатыр. Уақасы жоқ. Мақта, Томпақ, ұйықтайтын уақыт болды. Жарайды, ұйықтайық. Сендер ештеңе ұмытпадыңдар ма? Ұйықтамас бұрын не істеу керек? Тіс жуу керек. Әрине. Кеттік, Томпақ. Керемет. Енді жарықты сөндіріп, ұйықтайық. Өй! Балалар, шаммен бұлай ойнай берсеңдер, ол бұзылып қалуы мүмкін. Упс! Бұл не болды екен? Мен білмеймін. Құбыжық! Мақта, сенде қолшам бар еді ғой. Қолшам! Бұл жай ағаштың бұтағы екен ғой. Ол жерде ешкім жоқ. Ана жақта бірдеңе құлаған сияқты. Кеттік, қарап көрейік. Құлаған мына қорап екен ғой. Құбыжық! Кәмпит, артта құбыжық бар. Кәмпит, Мақта мен Томпақтың артынан құбыжық қуып жүр. Ол әлі есіктің артында тұр.
Балалар, қараңдар, бұлақ төс екен. Ол жарық өшкеннің себебінен қуат ала алмай бір түрлі дыбыстар шығарып, ебедейсіз қозғалған екен ғой. Не? Ақ түс?